Үшінші тұлға көрінбейтін, бірақ өзінің идеологиясын басқа біреудің қолымен, басқа біреудің тілімен, басқа біреудің көзімен көрсетіп жасалатын дүние. Енді біз қазір әлеуметтік желіге төселген заман болды ғой, білесіздер. Әр ақпарат қазіргі таңда тек бірінші теледидарға емес, әлеуметтік желіге шығады. Енді Қазақстанымыздың, осы еліміздің 80-90% ақпаратты әлеуметтік желіден алатын шығар. Себебі қазір кішкентай жас баладан үлкен қариямызға дейін жаңағы смартфон, телефон ұстайды. Барлығымыз бір аккаунттың иесіміз. Осының бәрі бізге жаңашылдықтың өзі теріс бір идеология әкелуі мүмкін дегенім ғой. Енді оның жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Адам пайдалана білген сайын осы әлеуметтік желіні. Енді осы жаман жағы тез таралуы бір дүниенің. Және оны азаматтардың шынайы қабылдауы. Не үшін шынайы қабылдауы? Себебі жасанды интеллект деген бар біз. Жасанды интеллект адамды тура сол табиғатта шынайы түрде соның даусымен дүниені жеткізу. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазіргі таңда біз еліміз қарқынды дамуда осы жасанды интеллектіге көп мән беріп жатырмыз. Одан бөлек оның қауіпсіздігіне де мән беруіміз керек. Себебі оны біз қолдан жіберіп жатсақ, мынау 21 ғасырдың үлкен дүниесі бұл жасанды интеллект өзімізге кері әсер тиюі мүмкін.